Ақ көгершін. Ерте заманда кедей қызметші қыз бен оның қожайынның отбасы қалың орман арасында өтіп бара жатыпты. Орманның терең тұсына келгенде ағаштардың арасынан қарақшылар шабуыл жасапты. Олар отбасы мүшелеріне тап беріп, бәрін өлтіріп тастапты. Тек бір қыз аман қалыпты. Күйменің ішінен секіріп шығып, ағаштардың арасына тығылыпты. Қарақшылар ұрлаған заттарын алып кеткеннен кейін, қыз орнынан шығып, қайғылы көріністі көріп, көз жасын төгіп, енді не істеймін? Орманнан қалай шығатынымды білмеймін. Мұнда ешкім жоқ. Аштан өлермін, депті. Ол орманда біраз жүріп, жол іздеп, бірақ таба алмады. Қараңғы түскенде, ол бір ағаштың түбіне тығылып, жылап дұға етті. Маған ештеңе болмас екен. Қыз орнынан қозғалуға қорқып, сол жерде қалды. Біраз уақыттан соң, оған бір ақ көгершін ұшып келді. Тұмсығында кішкентай алтын кілт ұстаған. Кілтті қыздың алақанына қойып, «Мынау кілтті ал, ана үлкен ағашқа бар. Онда құлып бар. Оны осы кілтпен ашсаң, тамақ табасың. Енді аштан өлмейсің», депті. Қыз ағашқа барып, құлыпты ашты. Қараса ішінде бір тостаған сүт пен қасында нан тұр екен. Ол бір үзім нанды жеп, тойып алды да, енді демалып, ұйықтасам ғой. Жұмсақ төсек болса, қандай жақсы болар еді. Дегені сол еді. Ақ көгершін қайта ұшып келіп, екінші алтын кілтті әкеліп былай деді: «Отомкни вон то дерево, и найдешь в нем себе постель». Ана ағаштың құлпын ашсаң, ішінде жұмсақ төсек табасың. Ол Құдайға дұға етіп, түнде өзін қорғауды сұрады да, ұйықтап қалды. Келесі күні таңертең ақ көгершін үшінші рет ұшып келді. Тағы бір кілтті әкеліп, ана ағаштың құлпын ашсаң, онда сәнді көйлек табасың, деді. Қыз ағашты ашып, алтынмен өрнектелген, қымбат тастармен безендірілген көйлек тапты. Ондай көйлек ханшайымда да жоқ еді. Осылайша қыз орманда өмір сүрді. Ал көгершін күн сайын келіп, оған қажетті нәрселерді әкеліп тұрды. Ол тыныш әрі бақытты өмір сүрді. Бір күні ақ көгершін ұшып келіп, «Маған сенің көмегің керек. Көмектесуге дайынсың ба?» деді. Қыз қуана көмектесетінін айтты. Сонда көгершін тіл қатып, «Мен сені бір үйшікке апарамын. Оның ішіне кіресің. Ішінде оттың жанында мыстан кемпір отырады. Ол не айтса да, сен оған жауап берме. Тек алдыңа қара. Онда кішкентай есік бар. Сол есікті ашып, бөлмеге кірсең, үстелдің үстінде сақиналар жатыр. Олар жарқыраған, қымбат тастармен безендірілген. Бірақ сен үстел үстіндегі ең қарапайым сақинаны таңда да, маған әкел», деді. Қыз үйшікке барып, есікті ашып, ішке кірді. Ол мыстан кемпірді көрді. Мыстан кемпір таң қалып, «Сәлем балақай». Бірақ қыз үндемей, есікке қарай өтіп, ішке қарай кірді. «Шық!» деп мыстан айқайлай сөйлеп, қызды киімнен тартып ұстады. Жібергісі келмей, «Бұл менің үйім. Менің рұқсатымсыз ешкім ішке кірмейді». Бірақ қыз үндеместен оның қолынан босап шығып, бөлмеге кірді.
Үстел үстінде неше түрлі сақиналар жарқырап жатты. Қыз ең қарапайымын іздеуге кірісті, бірақ таба алмай әлек болды. Қыз сақинаны іздеп жатқанда, сол сәтте мыстан оны ұстап алмақ болып, тордағы құсты алып шықты. Құс тұмсығында қарапайым сақинаны ұстап отыр еді. Қуанып кетіп, қыз құсты алып, сақинаны көгершінге қайтару үшін орманға қарай жүгірді. Қыз бір ағаштың түбіне сүйеніп, көгершінді күтті. Бірақ көгершін келмеді. Бір кезде ағаш жұмсарып, бұтақтары қызды құшақтап, қолдарға айналды. Қыз қараса, ағаш әдемі жігітке айналыпты. Ол қызды құшақтап, «Сен мені құтқардың, мыстанның қарғысынан азат еттің. Мен сол көгершінмін. Ол сақина мені байлап тұрған еді. Сен оны алып келдің. Енді мен еркінмін», деді. Қыз ханзадамен бірге оның патшалығына кетті. Олар үйленіп, бақытты өмір сүрді.